Достар, бүгін біз сіздермен дастарханның сәнін келтіретін тарталетке жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Содан соң мұздай сармайды осылай чөркіден өткізіп қолмен араластырамыз. Тұз бен қопсытқышты үстіне салып араластырамыз. Содан соң шекерді салып араластырамыз. Ең соңында 4 жұмыртқаның сарысын салып қамыр илейміз. Илеп болғаннан кейін пищевая пленкаға салып холодильникке кемі 30 минутқа қойып қоямыз. Холодильниктен алғаннан кейін оны 26-27 граммға бөліп тастаймыз. Достар, менің каналымда басқа да тәттілердің, пирогтардың және торттардың рецепттері бар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Барлығын осылай бөліп аламыз. Шамамен менде 21 штук шықты. Енді осыларды осылай дөңгелектейміз. Содан соң холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Міне осындай менде тарталетке арналған ыдыс. Ортасынан бастап біркелкі етіп жайып шығамыз. Шет-шеттеріне жақсылап жаю керек және ортасы қалың болып кетпеу керек. Барлығын салып болғаннан кейін ішінен вилкамен осылай тесіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутқа қойып аламыз. Тарталеткеміз пісті, осылай қызартып пісіріп аламыз. Ыдысынан да оңай шығатын болады. Енді кремін дайындаймыз. Бұл жерде менде творожный сыр мен шекер, екеуін жақсылап араластырамыз. Содан соң сливкиді салып, қою болғанша араластырамыз. Кремін кез келген насадканың көмегімен тарталеткенің үстіне құйып шығатын боламыз. Содан соң бетін сәндеуге кез келген жеміс-жидектер қолдансаңыз болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз. Барлықтарыңызға ас болсын.